Қайырлы күн, достар. Мен Асқар Жангерей, бірінші А сынып оқушысымын. Мен кітап оқығанды жас көремін. Бүгін сіздерді қызықты ертегі әлеміне шақырамын. Мен сіздерге Аруна баспасынан шыққан ақылды ертегі кітабын ұсынамын. Бұл кітапта 11 қызықты ертегі бар. Кеттік, достар, бірге оқайық. Аран күшік ертегісінде кішкентай күшік бәрін білгісі келеді және қызық іздеп жолға шығады. Ақ мысығым ертегісінде кішкентай мысық пен қыздың достығы баяндалады. Хайуанаттар патшалығында ертегі кейіпкерлері көк ешкі, сары шошқа, ақ бота, қызыл атеш, сұр есек, ала бұқа, жануарлар өз патшасын таңдайды. Қобыздың хикаясында бір байдың баласы аң аулауға шыққан, садағымен киіктердің бәрін атып шыққан. Ертегі табиғатты қорғау туралы айтылады. Ана сыйлығы Алия деген қыз туралы. Ол өзінің туған күнін күтіп жүрді. Анасы құмырадағы гүлді сыйлады. Құмырсқа туралы ертегі. Кішкентай құмырсқа көзін ашса, өзіне ұқсас құмырсқаларды көріп таң қалады. Ертегі еңбекқорлықты көрсетеді. Жәндіктердің оқиғалары көбелек, ара, өрмекші, дәуіт, құмырсқа, қоңыз туралы айтылады. Ертегі қызықты әлемге жетелейді. Су ертегісі адамдар іле өзенді кірлетті, балықтар ренжиді. Ертегі табиғатты аялауға шақырады. Үш тілек ертегісі үш жігіттің түс көруі және арманы туралы. Шөл ертегісі қиындықты жеңуді үйретеді. Сынық бұтақ ертегісі кішкентай ағаш үлкен ағаш болуды армандайды. Қатты жел соққасы сындырып кетті, сосын ол ренжіп қалды. Бұл кітап өте қызықты және пайдалы. Келіңіздер, бірге оқайық.